Қайырлы кеш қазақтар. Наурыз келді, біздің қасиетті айымыз деп. 14-іне жаңа жыл келеді. Енді тоқтатабыз 12-сіне дейді. 12-сіне жаңағыдай біздің әлемдік экология, климат ауысқанмен күннің жердің күніне жақындауына байланысты сонымен 10 күнге кейін шегеріледі дейді. Сол үшін 22-сіне тойланады дейді, күн мен түн теңелу. Енді мен бабалардың өмірі айтып кеткен, қазақтың жаңа жылы 14 наурыз деп. Біздің отбасымыз, мен әсіресе 14 наурызда тойлаймын. Сондықтан мен үшін бұлай жаңа жыл қасиетті, ұлы, біздің қазақтың өзі керемет сондай мерекесі, мейрам. Енді ролик түсіру себебім исламистердің, жаңағыдай ислам религиясының Рамадан айы келе жатыр. Бізге қазаққа оның түк қатысы жоқ. Олардың ас сауымын ұстай ма, олардың ифтарын кешке бере ма, азанда сухырын іше ма, бізге ешқандай қатысы жоқ. Біздің ораза терминімен мүлдем сәйкес келмейді. Олардың ас сауымы біздің ауыз бекітуге ұқсас. Олардың ифтары біздің ауыз ашар, олардың сухыры біздің ауыз бекітуімізге де ұқсас болғанмен, бірақ екі әлем, екі дүние таным. Сондықтан ораза қабыл болсын деген жаттанды терминнен айырылайық. Ораза ол орып тапқанынан сіз көмек бересіз. Ол исламның ас сауымына ешқандай қатысы жоқ. Сондықтан егер сіз ислам религиясында муслим мумин болып жүрсеңіз, өтініш, үлкен өтініш, терминдерді дұрыстап пайдаланыңыз. Ислам религиясында ас сауым ұстайсыз ба, ифтар мен сухарыңызды беріп 30 күн солардың қағидаларын ұстайсыз ба, онда терминді жөндеп пайдаланыңыз. Қазақтың тәңірлік ораза деген сөзін шатастырмаңыздар. Ауыз бекіту, ауыз ашар. Одан кейін біздің жарапазан деген, ол наурызда басталады. Айтты 22-сіне, 22 сәуірге дейін. Сол кезде жарапазан айтылады. Оны енді тоқтар ағаларына айтып жеткіземіз, ролик түсіреміз деп отыр. Білеймін, қазір енді үн-түнсіз, сол үшін мен міне шыдай алмай шығып кеттім. Айтып жеткізейік, алдын ала ескертейік деп. Сондықтан ара-жікті ажыратыңыздар. Бәріңіз көз ашық адамдар шығарсыздар енді. Өзіміздің дүние танымызды сақтап қалайық.